Азамат Утегалиев, Виталий Сивок, Павлодар Open. Е4, Е5, АТФ АТ6, піл Б5, Испания партиясы, АТФ6 рокировка, ат негізгі орталықтағы сарбазды алды. Тура Е1, жартылай ашық жолға орналастырасыздар. Ат Д6, ат негізгі орталықтағы сарбазды алды, піл Е7 және піл F1. Мына аттың кемшілігі сарбазға, сарбаз пілге, піл деген мына тураға кедергі жасап тұр. Рокировка ат С3, жедік және піл F6. Тура Е1, тура Е8. Ашық жол үшін міндетті түрде күрес болу керек, ол өте маңызды. Ат негізгі орталыққа барды. Жедік және Б6. Әрине, мына пілдің мәселесін шешу керек, онсыз жағдай мүлдем қиын болады. Ж3, піл Б7, піл Ж2. Піл Д5. Өте қиын шешімдердің бірі, өткені пілді атқа айырбастаған кезде сіздер ерекше мұқият болу керексіздер. Мен сіздерге үнемі айтам бұл туралы. Пілді атқа айырбастардың алдында сіздер ерекше мұқият болу керек, өткені болашақта өкініп қалмау керек деп айтқан болды. Піл Д5, жедік, С6, піл Ж2, ат F5 және С3. Әрине, күзетшілерді қою керек, мына аттың секіруіне мүмкіндік бермеу керек. Д5, Д3. Әрине, тамаша жүріс. Е4 және С4 деген екі торды бақылауда ұстау. Піл Ж5, жедік және уәзір Е5. Мәселе шешілген жоқ бәрібір. Мына ат деген мына пілден осал. Әрине, мына піл деген мына аттан мықтырақ. Уәзір F6, уәзір С7 қомағайлар қатарына кірді. H5 орталық тұрақты, сол себепті оң қанатта немесе сол қанатта еркін шабуыл жасаңыздар болады. Тура Е1, Б5 және піл H3. Әрине, біз берген қазынаны алып, содан кейін мына С6-дағы сарбазды жылып кету. Ат H6 және піл Д7 екінші ойыншы қомағайлар қатарына кірді және С6-дағы сарбаздың түбіне жетейін деп тұр. Ат Ж4, аттың белгілі бір белсенділігі, бірақ қызық емес. Тура Е2 қомағайлар қатарын тамаша қорғап тұр. Уәзір F3, бұл енді шеге немесе Филидордың сүйікті ауыр фигураларының бірі, бірақ ештеңеден қорқудың қажеті жоқ. Уәзір С6. Тура Б8 және мына белсенді аттың көзін жояды. АЖ, тура Е3, Филидорды есімізге түсіреміз және мына уәзірді қуып шығуға тырысамыз. Уәзір F5, шах және уәзір Е8, шах. Сонымен уәзірмен болатын еншпілде үш мәселеге ерекше көңіл аудару керек. Біріншісі, уәзір бүкіл сарбаздарды қорғау керек. Құтылмайтын шақты болдырмау керек. Және үшіншісі, әрине ол өтетін сарбазды ұйымдастыру. Патша H7, уәзір Б5, уәзір F3 және Д4. Әрине, құтылмайтын шақты болдырмауға тырысуымыз керек. Уәзір Е4, уәзір F1, уәзір С2 қомағайлар қатарына кірді. Уәзір А1, біз деген таррыш ережесіне сәйкес қорғап жатырмыз. А5, А4, уәзір Б3, патша Ж2. Патшаның белсенділігі өте маңызды. F5, уәзір Е1, ол біліп тұр. Егер де осылай жалғаса беретін болса, онда жағдай қиындап кетуі мүмкін. Уәзір Б2 және уәзір негізгі орталыққа келді. Мына жерге шабуыл жасап тұр және мына жерге шабуыл жасап тұр. Ж6, шах, мынаны алды және мынаны қорғап тұр. Тамаша. Уәзір Б3, уәзір Д8, А5 өтетін сарбаз. Қазір деген қаралардың назарын сол жерге аудару керек. Уәзір А2, шах, 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 Ж8, дәл қазір шах және мынандай мат қойғысы кеп тұр. Және осымен ойын аяқталды. Міне, тағы да рет тамаша осындай партия, Азаматтың осындай керемет мықтылығын көріп жатырмыз.